Астанада Тілеп Аспантайұлы атындағы екінші халықаралық байқау басталды. 2 күнге созылатын додаға әлемнің 16 елінен 27 музыкант келген. Олар шекті аспаптарда өнер көрсетеді. Сай шарты бойынша қатысушылар бірінші айналымда қазақ күйлерін орындаса, екінші кезеңде өз елінің шығармасын таныстырады. Мұндағы ерекшелік енді мынау әрбір елден өздерінің қобыздарын алып келіп отыр. Бұлар мынау гала-концертте барлығы қосылып, Тілеп бабамыздың 2 күйін орындайды. Багларка Фекері Мажарстан мемлекетінен келген өнерпаз. 17 жастағы музыкант қазақтың қыл-қобызында өнер көрсетеді. Мен Қазақстанды жақсы көремін. Әсіресе қазақ музыкасы, ою өрнектері барлығы жаныма жақын. Сондай-ақ музыкалық аспаптардың ішінде домбыра мен қобыз ұнайды. Қыл-қобызды арнайы үйрететін ұстазым болған жоқ. Менің аспабымды венгриялық шеберлер цитрус ағашынан жасап берді. Айта кетейік, халықаралық шара композитор Тілеп Аспантайұлының 260 жылдығы мен Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды.